Ерік Сәлімұлы Құрманғалиев 1959 жылы Атырау облысы Құлсары қаласында дүниеге келген. Өте сирек кездесетін контртенор сарынды қаздауысты опера әншісі. Әкесі Сәлім Ақтөбенің жігіті, анасы Меруерт Атыраудың қызы. Бала шағында әкесінен айырылған Ерік орта мектепті Атырау қаласында бітірген. Ән айтуды да өте ерте бастаған. Радиодан естіген Людмила Зыкина, Ольга Воронец дауыстарын өзінің балалық альт даусымен бейнелеген. Алматы консерваториясында дайындау бөлімінде оқып жүргенде оны тастап Мәскеуге барады. Гнесиндер атындағы Мәскеу музыка педагогикалық институтына түсіп бітіреді. Гнесинкада оқып жүргенде концерттік әрекетін бастайды. 1980 жылы Шостакович атындағы Ленинград филармониясы үлкен залы сахнасында алғашында Антон Шароев оркестрімен бірге Перголизийдің «Стабат Матер» деген кантатасын орындайды. Соңыра мынадай асқан дирижерлік меңгеруіндегі әйгілі оркестрлермен бірге бірталай рет сахнаға шыққан. Рождественский, Китаенко, Мансуров, Сондетскис, Башмет, Третьяков, Гринденко, Николаев Гнесиндер институтын бітіріп, Мәскеу консерваториясы аспирантурасында профессор Дорляхтан біліктігін арттырады. 1987 жылы Хертогенбош қаласында өткен халықаралық жас әншілер конкурсында лауреат атанады. 1988 жылы Бостон қаласында өткен кеңестік саз фестивалінде жергілікті басылымдар Ерік Құрманғалиевті ғаламат феномен деп аңызға айналған опера әнші Федора Барберимен салыстырады. Опера әлемінде белгілі болса да, баршаға тек Роман Витюк қойған Баттерфлей спектакліндегі рөлінен кейін Ерік ардақты адам болып санала бастады. Альфред Шнитке шығармаларының тұңғыш орындаушысы Құрманғалиев болды. 2-ші симфония, 4-ші симфония, диктор Йохан Фауст хикаясы, кантатасы, Рихтердің желтоқсанда саз кештері деген халықаралық фестивалінің тұрақты қатысушысы болды. Концерттік әрекетін опера және жеке бағдарламаларды басты сахналарда орындап, кең мәртебеде өткізді. Пьер Картен шақыруымен Париж сахналарына шықты. 2002 жылы қазанда Мәскеу консерваториясы үлкен залында гала-концерт берген. 2005 жылы Рустан Хамдамов түсірген «Вокальные параллели» деген фильмінде басты рөлдерінің біреуін орындады. Соңғы кезде Ерік сахнаға атанасы Сәлім Меруерт атымен аталып шығып жүрді. 2007 жылы қазанның 16-сында бауыр ауруымен Мәскеу қаласында ауруханаға түсіп, қарашаның 13 күні дүниеден өтті.